Барлықтарыңызға сәлем. Аптаның бейсенбі күндері жаңа видео күтіңіздер. Қарабет болып қашқанша қайрат көрсетіп өлген артық. Өз ұлтын сыйламау, оны мақтаныш етпеу сатқындық. Әділдікті мойындау адал кісінің ісі. Жақсы сөз жанға жақын, құлаққа жағымды, ойға қонымды келеді. Ел қадірін білмеген ата-ана қадірін біле алмас. Именіп жүріп көрген игіліктен, қарсыласып жүріп көрген бейнет артық. Өтіріктің балын жалап, тірі жүргенше шындықтың уын ішіп өлген артық. Батырлық тәуекел мен ақылдың есебінен шығуға тиіс. Тәуекел кейде ақылды да ақтап алады, ал ақылсыз тәуекелді ештеңе деп ақтап ала алмайды. Қазақ тілі сұлулығымен бой балқытып, тамыр шымырлататын, жан жүйеңді жандырып, құлақ құрышын қандыратын, өткірлігімен қысылтаяң тұста ер мен елге бірдей медет берер ғажайып кемел тіл. Анамыздың ақ сүтімен бойымызға дарыған ана тілімізді ұмытпау, бүкіл ата-бабамызды, бар тарихымызды ұмыту. Біздің жерімізде еркек діңгек, әйел гүл. Діңгек жапырақсыз, гүлсіз, қазақша айтқанда қу бас деген. Әйел құнарлы топырақ, онда адамзат дәні өсіп жетіледі. Біз сол дәннің жемісіміз. Әйелсіз адамзат жемісі ешқашанда болмайды. Арнамызға жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.